Загруз по полной. Попробуй тут перекуси. Да, как было, так и осталось. Фу, жую, а вкуса не чувствую. Грызу, а хруста нет. Но хватит! На вкус это просто фантастика. Во имя игры перекуси. Тебе понравится. Твой отец всегда говорил, что Сан-Хавьер – волшебное место. Там живут твои кузены. Прикиньте. Прикиньте деймін. Мына кинода күйеуі мен әйелінің жан дүниесі бүйтіп ауысып кетеді ғой, ойлаңдаршы. Мүмкін емес жағдайға қарап тұрсаң, болмайды ғой ондай. Ойлаңдаршы, менің ішкі жан дүнием Кәмшат Жолдыбаеванікі ауысып кетсе. Денең қайта ұстай беретін жақсың ғой. Ата, сен кімдікімен ауысып кеткенін қалайсың? Мен ба? Мен Тәуекел Мүслимге ауысады дедім. Ауыспайды ол семен, білесің ба? Семен ауысатын білсе, ұйықтамайды ол. Қозы, ойлаш, екеуміздің жан дүниеміз ауысып кетсе. Қумаш ондай, жоқ қой. Жоқ деме, болмай тұр де. Киноның өзін өмірден алады, қасыңа жатайшы, ауысып кетіп жүрсе қызық болады. Ерікпеші, жата берші оны. Қасыңа жатайшы, просто ауыспай-ақ қойсын, андай братский любовь сағынып кетті сен. Кетше бар, братский любовь сорлы екен ғой. Сөйтті өшірім қазір. Просто сағынып кетті сен. Келі бер екеуміз жатпағанбыз білесің бе? Моңғол. Иш шықпайды. Иш жоқ менің. Жігіттер деймін да, главное душа деген рас екен ғой. Қарандаш, любой денемен красавчик болып тұрмау. Харизмамды алыңыш, харизмамды алыңыш. Не болатын мына жерде? Кімсің сен? Сен менсің, мен сенмін ғой, короче. Суля, малсың ба? Қай-қайдағы киноны айтып сен? Сен өзіңе мал деп айтып тұрғанын білесің ба? Шулап кеттіңдер, не отыр? Кеше мынау кинода жан дүниелер ауысып кетеді деді ғой? Екеуміздің жан дүниеміз ауысып кетті енді. Мен жан дүнием ауыспай қалыпты ғой. Срочно Кәмшат тауып алу керек маған. Обратно қалай келтіреміз, не істейді киноның соңында? В общем, былай жасайды ғой. Екеуі төсек қатынасын жасайды да, содан кейін барып жан дүниелері қайтып келеді. Қумаш, не айтып жатсың, Суля? Маған отказ жасаған бірінші адамсың. Жігіттер, тұз бар ма? Тұз қарға ма, жоқ әлде тұз қиық па? Тамаққа қосатын тұз. Тұз крестик қой, Жоқ, тамақтың дәмін келтіретін. Онда жоқ, 11-де 11 жарымдарда кесей. Сіздің өміріңіздің мәнін келтіретін мен, мүмкін мен алып кетерсіз. Қумаш, не айтып тұрсыңдар? Суля, мен правилаларын тыңдап ал. Біріншіден, баласы бар әйелдерге қырындамайсың. Екіншіден, танымайтын қыздарға подкат жасамайсың. Үшіншіден, вообще сүйіспейсің. Хорошо. Енді менің правилаларын тыңдап ал. Білгенің түсте. Бүгін менде маңызды кездесу. Қайда кетіп барады? Сол, қызымен кездесуге. Сен менің денемен кетіп баратқанын білесің бе? Ол бар екен ғой. Кешін үстіңе, тез кеттік. Қайда? Сабинаға баруымыз керек. Болш. Пул. Опа. Түсінбедім. Общага проходной двор болған ба не? Срочно первого штат чинов керек, бля. Общагада
бүкіл кино жанрларын кездестіруге болады. Біреудің ет ұрланса криминал, ермек бір атаны ресторанға шақырса трагедия. Бүгінгі Суля екеуміздің оқиғамыз фантастика. Так, балмұздақтар. Общага сендердің үшінші үйлерің. Жоқ ғой, братан. Екінші үйіміз ғой общага біздің. Екінші үйің сенің мектебің, ақымақ. Жоқ, біз просто үйіміз жоқ та өзіміздің квартирада тұрамыз да. Сонымен бірінші үйім мектебім, екінші үйім осы общагам деп ойлап жүрмін өзім. Өштің братан болды. Короче, сендер бұл общаганың тәртібіне, тазалығына, қыздарына, даже территориясына жауаптысыңдар. Дұрыс айтасыз, братан. Тазалық, тәртіп дегенге жауап беруіміз керек қой. Немене бәле, не шашылып жатыр? Динабр реттеп қоймайсыңдар ма кішкене? Сен менің комнатамда тұрған білесің ба? Не ол? Өштің, братан. Болды, үндемей тұрмын, брат. Ертең сенің есігің алдына кеп, біреу қызыңа кеп тұрса, қарындасына кеп тұрса, жақсы ма саған? Жо, братан. Жақсы ма сендерге? Вот, түсініңдер ма? Общаганың әрбір қызына жауаптысыңдар. Базар жоқ, қыз бен жігіт бір-бірін ұнатса, общаганың сыртынан күтіп алсын. А то біреу кіріп, біреу шығып, беспредел болып кетеді. Бүгіннен бастап общагаға рұқсатсыз адам емес. Общагаға рұқсатсыз адамды кіргізген адам жауап береді менің алдымда. Бақтияр апайда ма? Болды, братан. Өштің. Барыңдар ше. Қарап жүреміз общага. Суля, звондада барамайтын болдым деп айтшы. Қуасың ба? Қанша күттім ғой мен ол қызбен кездесуді, білесің ба? Көруім керек, қалай болмасын. Мен қазір барғанда не айтам, не істеймін білмеймін. Ой, бірдеңесі болады. Ой, қандай сүйкімді балақай. Осы екеуміз бұрын соңды кездескен жоқпыз ба? Кездескен жоқ. Қыздың жоқ дегені, не деген? Кәні, папа деш, кәні. Папа деш. Суля, кеттік болды. Қазір баламды еркелетіп алайын да. Кәні, кешіріңіз, папа деш, кәні. Папа деш, кәні. Папа деш, кәні. Қоя тұршы. Кәні, қоя. Мынау папа емес, батя ғой. Басын істеме, өрт тарапшысын істесіңе. По-любому сүйің денем ғой менде. Сен итакта бір правила алдыңдың. Скатты абыры ұзатмысың, ұрып өлтен. Давай ұрсай, сүйің денем ғой, сүйің денем. Ой, Ей, общагам-ай. Өзгермеген да қылын общага, башы. Біз қалай кеттік, солай тұрға әлі. Өзгермейді бұл. Айданалар әлі тұрып отырған, қараса, пердесі ауыспаған да. Айдана әлі оқып отыр ма не? Топасы еді ғой, жылда қақ кететін әлі. 8-ші курс оқып отыр ма сонда қазір? 9, баяғыда деймін да, осы общагада действительно тұрдық қой негізі, студент кезде, қара нан жеп, қара нанды қара екен демейші. Интернатта ама еще. Общага ғой бұл. Қара нан жемедік қой ма, бұл ішкі жедік. Самса жедік анда бетінде несі. Күнжіттар ма? Тәтті еді қай. Просто андай студент кезде андай күшті қып еске алайық деп айтып отқан ғой. Күшті болып еске алған жоқ ма. Жүрек, Бақтыршыға берейік та, ермектеріне кіріп шығайық. Давай, хабарласа ермекке. Күтіп алатын жүр өздер. Ермектерін бақсып ұйықтап. Қаяққа? Бізге айтып жатыр ма? Білмеймін ғой. Бізге айтып жатсыңдар ма? Ата, мына жерде мыналардан басқа біреуді көріп тұрсың ба? Жоқ. Конечно, сендерге айтып жатыр. Общагаға кіретін пропуск документтерің бар ма? Ой, бля, жаңа Тоқаев қол қойып беріп еді, пропускке білесің, общагаға кірсеңдер көрсетесіңдер деп. Ұмытып кеткенсің ғой. Алып шығып дейсің. Асығып кет. А жоқ, қашаннан бері общагаға кіру үшін документ сұрайтын ба? Сошаннан бері. Сошаннан бері осы нормально анда. Қолдан гүл, торт алып алып, біреуді құттықтауға келатсыңдар ма не?
Допустим. Сонда сендер Жетісудағы шашусыңдар ма не туған күнмен құттықтайтын? Біз келеді деп ескертпеді ме ешкім? 112-ден дауыл тұрады деген ескерту келді, сендерді келеді деп ескерткен жоқ ешкім. Сол дауыл келеді деген біз ғой сол дауыл. Сақал. Базар жоқ, аюда енең бар шығар, зато бізде қасқырдай туқ бар. Қалай айттым, брат? Әдем тамыр, әдем. Сәт түресіз. Ауру қасқыр ма, ә? Кірамаймыз ба енді сонда? Кірмейсіңдер ғой, вот именно. Қазір 3-ші этаждан ана өкше қыратын лақтырамыз, мына жерден табандарын жалтыратсаңдаршы, ә? Барыңдар се? Бар. Мына жерде жүрмеңдер, кеттік. Базар. Пидес құналар, ә? Пидес болса осырғын ұстап алсын. Ермекке звонда шықсын, кімдер? Қаяқтан пайда болды? Жоқ еді ма? Кірейік та өзіміз. Жұмыс көп, сондықтан болмайды. Қазір жүрек жалғауға болмайды. Иә, әліммен қалдырғандай күйде. Қылқыта жұтам, бірақ түк дәм жоқ. Қыдырлатам, бірақ дәмі жоқ. Бірақ енді бәрі өзгеше. Іш пысқанда, құтқаратын тек фанта. Ойынға күш жина, тамақтанудан қалма. Ана қызың қашан келеді? Тез-тез сөйлесіп қайтайық. Қазір келеді, уайымдамасаң. Оған дейін ана отырған қызбен барып танысып қайтсам ба деп. Қызың бар емес па, сен не істейсің анан? Қыз болғанда бар ғой, бірақ өзім ойлаймын да андай. Қызымды өйстіп әр жерден іздеп жүріп, болашақ жағын тауып алатын сияқтымын ше. Жер үйікті іздеген асан қайғымен сен. Прикинь. Қазір кел. Сәлем, сұлу қыз. Сәлем. Мына орын бос па? Иә, бос. Ал жүрегің ше? В общем, бір досым бар да. Сол сізді ұнатып қалыпты. Кім ол? Ана столикта отырған жігіт бар. Сол жігіт. Қандай көрікті, қандай сұлу. Бой десе бойы бар, ой десе ойы бар. Муа ғой, Егер ол досыңыз мен ұнатып қалған болса, неге өзгеріп таныспайды? Или тормыз ба? Жо, олай демеңіз. Просто ол жігіт сіздің сұлулығыңызды жақыннан көріп, көз жанарынан айырылып қалам ба деп қорқады. Вот сіздің орныңызда болғанда, ана жігітке давно тиіп алар еді. Ал мен сіздің орныңызда болғанда, мына жерден давно кетіп қалады едім. Онда давай былай жасайық. Екеуміз орын ауысып отырайық. Неге? Сіз кетіп қалыңыз. Онда мына жердің шотын өзің жап. Мағол? Алаларды жаман-чумар сетіп жібердік қой, білесің бе? Осыны үшін Ермек братан естісе ғой, сені оң қол қыл жібереді ғой. Қой, Ермек братан оң қол болуға желание жоқ. Неге? Қыз жоқ қой оның. Ермек братан? Вообще салам, балмұздақтар. Бүгін ресторанға қонаққа осы жерде тұрып өткен братандар келеді. Қысқасы, қонақ менен, қонақ жайлық сендерден конкретно. Түсініңдер ғой, Давай, не облажайтесь. Болды ғой? Бір қазымызды қолтығымызға қысып алып бара саламыз ғой. Бар ма не? Қаз үшінші этаждан ұрлай саламыз ғой холодильниктен. Қыздар да бар, білем ғой мен. Кеттік па? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Денсаулығыңыз жақсы ма? Сізге. Рахмет жандерім, мен іздеп келгендеріңе. Апай, сағындық кеттік қой. Сізді сағындық ше. Общаганы сағындық. Елім туған жерімді сағындым. Қасым арасында. Апай, өзгермейді. Баяғыда біз оқып жүргенде осында едіңіз ғой, апай. Жап-жас әп-әдемі киінесіз. Ой, жалғас осы сен құлақтан лапша ілуді қоймадың, Енді ол кезде студентпіз, лапша жедік, лапша лесін, лапша лесін, лапша лесін, лапша лесін, лапша лесін. Біраз студенттен жақсы көрінеді, апай, Менмен жасысақ, жүресіз ба менмен, апай? Апағанда біз кеттік, ішке кетсек балаларға. Жақсы, мейрамымызбен шай ішесіз ба? Звондай?
ұқсашайды екенсі. Қолдарың таза ма? Тұрна қалдыңдар ғой, Давайте, ұятқа қалдырмаңдар. Так. Шапалақ ұрмайсыңдар ма? Не істеп тұрсың? Все, смело. Соля, не істеп кеттің сен? Мен саған айттым, баласы бар әйелдермен таныспа дедім. Оны істемедің. Танымайтын қыздарға жақындама дедім. Оны да істемедің. Енді сүйісетін болсаң, мен сені оңдырмайм. Өзіңнен көр. Мен кіммін? Ой, сен Айдана. Жоқ. Саб-Зиро. Жоқ. Саби. Сабиған. Сабина. Сабина. Сабина ғой? Привет. Сәлем. Келіп отырыңыз. Ой. Соля досын джентльмен екен ғой. Сіз тура бір Том и Джерридағы қыз мысық сияқты екенсіз. Қалай ол? Қоясың берші. Маған бар ғой. Соля, сіз туралы көп нәрселер айтқан негіз. Иә? Иә. Сіз тура бір Соляның мамасы сияқтысыз. Сонда әдемі деп айтқыңыз келіп тұр ма? Жоқ, просто Соляны мамасы қалай жақсы көреді, тура солай мен де жақсы көреді ғой. Соля, сен ше неге үндемей отырсың? Телефонда көп сөйлесетін едік қой, әлде бір нәрсе болып көңіл-күйің жоқ па? Жоқ, былай ғой, просто жаңа шығып келе жатқанбыз ғой. Настроениесі носкиіне түсіп кетті да, носки тесік екен да, одан да түсіп кетті. Ойлашы? Сонда фотода өзің менімен сөйлескен досын сияқты ғой. Мен әжетхана бар кесем, ренжімесеңдер. Бар келер. Смело. Сөйтіп әңгіме етсей. Ермек, жаңа братчикаларың кіргізбей қойды ішке, қайсы едің алар ма? Братан, қателескен шығарсың, мен жігіттерім ондай емес. Кімдер олар? Барата, колонка тауып әкелді. Сіздер не алып жүрсіздер меқта? Сол жаңа документке қол қойдырып келгенбіз ғой. Енді кірсек бола ма, братан? Енді сүрінбейтін жақ, сүрінбейтін тұяқ жақ деген сияқты. Сендер жаңа қасқыр едіңдер ғой, білесің ба? Қасқырда тұяқ болмайды ғой, білесіңдер ма? Ишак боқырып тұрып қой енді. Не деді жаңа? Шашу деді ма? Су канал деді ма? Бірдеңе деп. Ой, сон шашуға колонка кеп тұр қой. Бүгін сенің туған күнің, балапаным дәулетім. Өмір гүлім сені бір... Тоқташ, зайбалай болды. Көтке кіре өрмеңдер. Ермек, тұршы орнынан. Не болып қалды, братан? Чё за беспредел мұнда? Братан, түсіндірші не болған? Түсіндірші дейсің ба? Антракт нақ. Бұлай, жақсы жігіт сияқтың да. Соля, басың істей ма? Не істеп атсың сен? Соля? Сабина, сен ренжіме. Сен қасыңда отырған Қозы емес, негізі Соля. Ал мен Қозы, Соляның досы. Кеше екеуміздің жан дүниеміз ауысып кетті. Сен мен ақымақ қылып тұрсың ба? Чё там жалғыз? Бастаймыз антракт? Давай. Қай жағын алсын? Ана жақ. Чё там жігіттер? Вообще кіргізбей қойсыңдар ма негізі? Вообще кіргізбей ма? Сендер емес па вообще кіргізбей қоятын, не сүмірейіп тұрсыңдар ма? Жаңа қасқыр болып отыр едіңдер ма? Жалғыз. Есіңде ма? Баяғыда общага дөсін. Жігіттерін бәрін жинап, ұра беретіне қабілесі ба? Әзілдеп отырған жігіттері, сағынып кеттің общаганың просто. Ренжімдер еді. Молодец негізше. Жігіт деген екеуің сияқты болу керек қой. Общага кім кіріп жатыр, кім шығып жатыр. Барлығынан сұрап, қарап жүрсіңдер да. Өздерің тұрып атқан жерде өстіп қарау керек. Общага екінші ем ғой, братан, мен. Молодец. Осы сияқты ондар. Әке қылып, красавчик.
Жүріңдер дастарханға отырайық. Ауырып қалмадың жігіттер? Тамам ба? Моңғол мен ата общаганы қорғауды өздеріне міндет санағандай, біз де елімізді, жерімізді қорғауға міндеттіміз. Мынау ұйықтататын дәрі. Қазір осыны ішеміз, ұйықтаймыз. Майкл Джексон тірі десек, сенетін шығар. Бірақ бүгінгі Суля екеуміздің оқиғамызға ешкімнің сенбейтіні анық. Сіздің қиялдан туған армандарыңыз бір күні өңіңізге айналуы ғажап емес. Алло, привет, жам, қалайсың? Конечно, кешке кездесіп едік па? Келдің шалғайдан, сеніп маңайға, сен күткен жаныма байла. Келдің шалғайдан, сеніп маңайға, сен күткен жаныма байла. Абайла, 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 абайла. Сен жақта ондай жоқ, я білем. Бұл жақта ондай көп, еркем, таулар көп, биік көп. Сезімге орын жоқ.